Саламатсыздар ма оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Конгресс кітапханасы. Сабақтың мақсаты мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. ақш президенті Джон Адамс мемлекеттің астанасын Филадельфиядан Вашингтонға ауыстыру туралы заңға қол қойған кезде, яғни 1800 жылы 24 сәуірде осы ірі кітапхана құрылды. Осы заңда Конгреске қажетті кітаптар сатып алу үшін $5000 бөлінді деп жазылған. Заңда кітапхананы тек басқарушы органдар пайдалануға құқылы екендігі айтылған. Сондықтан кітапхана Конгресс кітапханасы деп аталған. Бастапқыда кітап қорында 740 кітап болса, 1801 жылы Томас Джефферсон президент боп сайланған соң кітапхана қоры көбейді. 1850 жылдары Конгресс кітапханасына министрлерге, кейбір ведомстволардың жетекшілеріне, жоғарғы соттың мүшелеріне, саяси партиялардың қадірменді азаматтарына, танымал ғалымдар мен ақш-тың жазушыларына, танымал журналистеріне кіруге рұқсат берілді. 1870 жылғы Конгресс кітапханасының жетекшісі Инсуорт Рэнд Спофордтың белсенділігімен мемлекеттік деңгейде заң қабылданды. Бұл заң бойынша ақш-тың аумағында ашық баспада жарияланған кітаптың бір данасы міндетті түрде Конгресс кітапханасына берілуі тиіс. Сонымен қатар кітапхана қорына қаржылай көмектесуге және кітаптарда мерзімді басылымдарды беруге жеке тұлғалар мен қоғам бірлестіктерін тартуға ынталандыру іс-шаралары қарастырылды. 1930 жылы кітапхана ұлттық статусқа ие болды. Бұл статус ақш-тың бюджетінен бірінші кезекте кітап қорын жинақтауға мүмкіндік берді. Қазір Конгресс кітапханасының 1460 орынды 18 оқу залы бар. Кітапхана туристер келіп саяхат жасайтын орынға айналды. Ендеше Конгресс кітапханасы туралы қызық деректермен таныс болайық. Конгресс кітапханасындағы кітап сақталған сөрелердің ұзындығы 850 шақырым. Кітапханадағы жалпы ресурс қоры 30 миллионнан астам. Конгресс кітапханасындағы басылымдар 470-тей өлі және тірі тілдерде берілген. Кітапханадағы құндылықтардың қол жазба қоры 18 миллион. Карталар мен атластар коллекциясы 4,8 миллион. Бірқатар оқырмандар диванда жатып, келесі тобы көгалда отырып кітап оқиды. Оларды оятуға не ескерту жасауға болмайды, өйткені кітапхана оқырманға қашанда қолайлы жағдай жасауға міндетті екен. Ендеше оқушылар оқу тапсырмасымен таныс болайық. Төменде берілген мәтінде орфографиялық және пунктуациялық қателер бар, соларды тауып жөндейміз. Кітап маған тақтан да қымбат деген Шекспир. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол дейді Баус. Кітап сенің асып таспайтын асыл досың. Кітаппен дос болған адам ой өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан-жақты болып тәрбиеленеді. Кітап әлемдегі құпиясы мол, ұлы ғажайыптардың бірі дейді Максим Горький. Кітаппен дос болған адам ғана оның құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады.